Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қазіргі кезде хит болып жатырған шашқа арналған стразадан жасалған ободокты жасап үйренетін боламыз бірге. Ол үшін қажетті заттарды таныстырып өтейін. Бізге стразамыздың түсі золотисте болғандықтан, золотисте осындай темір ободок қажет болады. Егер стразамыздың түсі серебристый болса, серебристый ободок қолдансаңыздар болады. Золотистый ободок. Осындай страза. Жіңішкесі әдемі нәзік көрінетін болады. Жуанына қарағанда. Және өлшеп қию үшін сызғыш. Міндетті түрде осындай қысқышпен жұмыс істейтін боламыз. Сосын стразаны жабыстыруға осындай индийский клей қажет болады. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Клиенттің заказы шашының ұзындығы 70 см болғанда байланысты стразаның да ұзындығын барлығын 70 см қылып өлшеп қиып алатын боламыз. Қазір сіздерге түсінікті болу үшін жақыннан көрсететін боламын. Міне сызғыштың көмегімен стразамызды, менде 30-дық сызғыш болғандықтан 70 см бөліп өлшеп аламыз. Қалған өлшеп алған стразамызды қалған стразалармен бірдей етіп қайшының көмегімен қиып дайындап аламыз. Менің ободогыма барлығы 11 страза жабыстырдым. Ұзындығы 11 штук страза жабыстырдым. Міне барлығын бірдей қылып дайындап кесіп аламыз. Осындай қылып арасын 2 см қылып индийский клейімізді жабыстырып аламыз. Оны жағып стразамызды жабыстырғаннан кейін үстінен бастырып ұстап тұру қажет. Бұл индийский клейіміз өте жай кебеді, сондықтан қозғалып кетпеуін қадағалап, кепкенше бір жерге қозғалмайтындай етіп қою қажет. Болмаса үстінен бастырып ұстап тұру қажет. Міне осылай етіп бірінші 11 жолағымызды жабыстырып шығамыз. Міне осылай барлық жолақтарымызды арасын 2 см қылып жабыстырып кептіруге қоятын боламыз. Әйтпесе кетпеген стразамыз ауырлықпен түсіп кететін болады. Барлығы толық кепкесін ғана келесі жұмысымызға көшетін боламыз. Міне ұзындықтарымыз кепкеннен кейін ортасына көлденеңнен ашық 2 см жерге 5 стразадан санап индийский клеймен көлденеңінен жабыстырып шығатын боламыз. Барлығын осы ретпен жабыстырып ашық жерлерді толықтырып шығатын боламыз.
Міне біздің ободогымыз дайын болды, стразадан жасалған. Өте әдемі, көздің жауын алатындай жылтырлақ болып шығатын болады. Осы оңай әдіспен өздеріңізге жасап алсаңыз да, болмаса сыйлыққа, болмаса заказға жазап сатсаңыздар да болады. Видеом пайдалы болса, лайк қойып, комментарий қойып, каналыма жазылып қойыңыздар.